Ассалаумағалейкум армысыздар, құрметті қазақ елі, Ермек Албан, қазақтың биі. Бүгін тақырыпты көтергім келіп отыр. Осына халық арасында айтылып кеткен закладчиктер туралы, мына есірткі тасымалдау туралы мәселе көтергім келіп тұр. Осы 17 қазан 2024 жыл Астана қаласына барып, Гүлекең бастаған үлкен конференция болды. Бүткіл Қазақстаннан аналар, әкелер жиналып, осы закладчиктердің мәселесін көтердік. Өкімет саласының азаматтарын біраз жерден шақырып, ол жерге көбісі келмеді. Бұл мәселе бүткіл қазақтың басына туған қайғы қасірет деп айтсақ болады. Өте үлкен мәселе. Ол жерде көптеген аналармен танысып, айтып жатқан қайғылармен жан-жақты ол кісілер бөлісіп тыңдадық. Көбісінің жалғыз балалары. Бұл мәселені 3-4 жыл бұрында көтеріп айғайлап жолатқанбыз. Енді осыны қазір Гүлекең деген астаналық әпкеміз бастап үлкен деңгейде көтеріп жатыр. Менің білгенім осы бір жылдың ішінде 16 жастан жоғары балалар қазіргі түрмелерге түсіп жатқан балалардың, изоляторда отырған балалардың 16 жастан жоғары 50%-ға шейін толып отқан, сол көбінесе сол закладчиктермен тасымалдаумен айланысқан жас балалар екен. Енді сонда өздеріңіз ойлап қараңыздар, бір жылдың ішінде 7000 бала түсіп жатса, енді ол жылдан жылға өсе беретін болады. Ол балалар бұндай 296-297 статья дейді. Сол статьямен түскен балалар 10 жылдан 20 жылға шейін алып кетіп жатыр. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, жаңадан мектеп бітірген жас балалар көбісі бұндай үлкен жазаға тартылатынын да білмейді. Көбінесе бұны жаңа телеграм, неше түрлі әлеуметтік желілер арқылы курьерлік жұмыс, осындай жақсы ақша табасын деп алдап, сулап тартып, көбісі білмейді. Немен айланысып жүрген, не істеп жүргенде көбісі білместен түсіп жатқан жаңа балалар бар. Оңай ақша табамыз деп. Енді бұл үлкен қайғы қасірет. 5-10 жылдың ішінде мыңдаған қазақтың жас балалары мен қыздар ертеңгі күні түрмені толтыратын болса, 10 жылдан кейін өздеріңіз ойлап қараңыздар, біздің мемлекетімізде түрмеден шыққан көптеген азаматтар болады. Ол енді ертеңгі күні жұмысқа орналасамайды. Сөйтіп, одан арғатай жаңа қылмыстық істерін алғатай жалғастыратын болады. Ол енді жаңадан үйінен шыққан жас бала түкті білмей, осындай жағдайға ұрынғаннан кейін енді үлкен қайғылы жағдайларға апарады. Сол енді бұл мәселені біз бүткіл қазақ халық болып шешуіміз керек. Ол ертеңгі күні ешкім кепілдік бере алмайды. Ертеңгі күні сіздің балаларыңыз, туған туысқандарыңыз осындай статьямен, осындай жағдайда болатын ешкім кепілдік бере алмайды. Ол енді Құдай сақтасын. Жаңа айтады ғой, орысша айтқанда тюрьмы ат, жаңағы сумы не зарекайся деп. Түрмеге де, больницаға да түспейтіне ертеңгі күні ешкім кепілдік бере алмайды. Сол үшін бүткіл қазақ халқы болып болса іспен айланысуымыз керек деп ойлаймын. Ол енді ең бірінші біз отбасымыздан бастауымыз керек. Әрқайсы ата-аналарға айтарым, мектептегі оқып жатқан балаларыңызбен кешкісін араласыңыздар. Кешкісін сөйлесіңіздер. Кіммен араласады, телефондарын қараңыздар. WhatsApp, Telegram топтарында кіммен сөйлесіп жатыр. Және де есірткімен айланысып, оларды чегіп, ішуге өте қауіпті екенін түсіндіріңіздер. Өздеріңіздің шамаларыңыз жетпесе, үлкен беделі бар басқа да азаматтарға жүгініп, егерде осындай балаларыңыз, қыздарыңыз осындаймен айланысатын болса, көмек сұраңыздар. Жасырмаңыздар. Ертеңгі күні ол үлкен қайғы қасіретке алып келетін болады. Ертеңгі күні сол балаларыңыз түсіп жатса, зардабын өздеріңіз шегетін боласыздар. Ол енді өздеріңіз білесіздер, енді ол түскеннен кейін ертең миллиондап адвокат жалдайсыздар. Ертеңгі күні біраз шығынға батасыздар. Түрмеге сотталып кеткеннен кейін бүткіл өміріңізде қайғы қасіретпен балаларыңыз шыққанса сол жылаумен отырасыздар. Сол үшін бұл іс-әрекетті үй ішінен бастап, отбасынан бастап осы мәселемен айланысуымыз керек. Және де мектептерде біз
үлкен сабақтар өткізуіміз керек. Есірткінің жаман екенін, дұрыс емес екенін қадағалап, сондай қазақы идеологияда дұрыс тәрбие беруіміз керек. Телевидениеде де, жаңағы теледидарлардан, әлеуметтік желілерден блогерлар болсын, журналистер болсын, осы түрмеге түсіп жатқан азаматтарды тікелей көрсету керек. Алданып қалғандарын, бастарынан өткен жағдайлардың бәрін көрсету керек. Түрмеде қандай жағдайда болатынын көрсетуіміз керек. Өкімет саласының азаматтары да бұл іске қатты қарастыру керек. Енді бұл есірткі деген ол бүткіл әлем бойынша ақша табудың мына енді бірінші, екінші, үшінші орында тұратын осы есірткі саудасы. Үлкен қаражат бар, үлкен қара күштер бар артында. Сол үшін бұның бәрі кіршалар арқылы, кірша тауып барып, келісіп, таможнядан өткізіледі. Өкімет саласының азаматтарымен де келісіп жасайтын әрекеттер бұның бәрі. Және де бұл сататын нарко барондардың бәрінде білетін жағдайлары бар. Артында тұрған күштері үшін жаңағы көбісі еш нәрсе істей алмайды. Сол үшін бүткіл халық болып, өкімет саласының азаматтары да ең бірінші бұл сатып жатқан азаматтардың өзін қатаң жазалап, және де мына теледидарларға алдына, бүткіл халықтың алдына көрсетіп, жазалап отыру керек. Осындай үлкен есірткі саудасымен айналысатын азаматтарды. Оның бәрін көрсетуіміз керек. Балаларымыз көрсін. Бұны үлкен қайғы қасірет. Бұл істі бұлайдан бұлай қоюға болмайды. Бүткіл қазақ халық болып осы іспен араласып, бұл істі тоқтатпасақ, ертең бүткіл қазақтың басына төніп тұрған қайғы қасірет. Және де мына өкімет саласының азаматтарына, құрметті президент мырзаға да айтарымыз, мына 296-297 статьямен қамалып жатқан 16 жастан жоғары жасөспірімдерді бірінші рет түскен азаматтар болса, сізден өтініш білдіреміз. Кішігірім ғана уақыт белгілеп түрмеге отырғызып, 10 жыл, 20 жыл емес, 1 жылға жеткізбей, мүмкін сол бір жарты жылға жеткізбей түрменің дәмін татқызып, және де үлкен айыппұлмен бірінші рет кешірім берген дұрыс деп ойлаймын. 2 миллион ба, 3 миллион ба, қанша миллион жаңағы айыппұл мойнына іліп, бірінші рет жіберсеңіздер, үлкен жақсы іс-әрекет болады деп ойлаймын. Ол енді ертең күні әке-шешесіне үстіне тиген қаражатты ертең күні ол үлкен сабақ болады, ертең ол балаға да сабақ болады. Ал енді екінші рет түсіп жатса, оны жаңағы 10 жылға, 20 жылға соттаңыздар. Ал енді бірінші жол түсіп жатқан, алданып қалған, білмей қалған жасөспірімдерге өз басым, және де қазақ халқының атынан енді көптеген аналар бар. Ол жерде Астана қаласына көбісі келді. Сол өкімет саласының азаматтарына, және де Қазақстан президентіне үлкен өтініш білдіреміз. Осы бірінші рет түскен, осындай баппен түскен жас балалар, қыздарға рақымшылық білдіріп, бірінші жолға сондай үлкен кешірім берсеңіз өте жақсы болар еді. Соған құрметті қазағым, бұл енді қазақтың басына төніп келе жатқан үлкен қайғы қасірет. Есірткі деген ол өте жаман. Оған енді бір кірген бала ертең күні шығу қиын болады. Сол үшін бүткіл қазақ халқы болып осы мәселені көтерейік. Осы мәселені бәріміз бірігіп отырып шешейік.